Аллаға жақындаудың жолы көп. Бір адам келіп айтыпты, ғалым оқыған адамға келіп айтқан екен: ей бәленше, Құдайға жақындайтын маған бір жол көрсетші, бірақ онда ешкім болмау керек деген. Мен бір өзім жақындайшы депті. Сонда әлгі ғалым айтқан: жоқ, Құдайға жақындайтын жол қалмады, бәрінде бірдей адамдар бар. Намаз оқып жақындайын десең, намаз оқушылар бар. Ораза ұстап жақындайын десең, ораза ұстап атқандар бар. Зекет беріп жақындайын десең, зекет беріп атқандар бар. Истиғфар тілейін десең, истиғфар тілеп жатқандар бар. Тәуба жолымен жақындайын десең, тәуба істеп жатқандар бар. Саған жол қалмады, осылардың біреуіне түс деп айтты дейді. Көңілі қанағаттан балған әлгі адам екінші бір ғалымға барып айтты: ешкім әлі жақындамаған Құдайға жеткізетін бір жол бар ма деп. Сонда әлгі ғалым деген: бар деген. Ол қандай жол деген? Сол кезде айтқан: өзіңді Құдайдың алдында қор санау, тәкаппарлығыңды жою деген екен. Бүкіл жол жабық, осы жолдан басқа деген екен. Адам өзінің жүрегіндегі тәкаппарлықты алып тастау. Кімсің сен? Құдай бір сәтке жүрегіңді тоқтатып қалса болды, ешкім емес. Бақырайып көріп тұрған көзіңді Құдай көрсетпей тастаса, ешкім емес, соқырсың. Істетпей тұрған қол аяғыңды істетпей тастаса, мүгедексің. Істеп тұрған бауырыңды істетпей тастаса, болдың сен, шаруаң бітті, ешкім емессің. Сондықтан біз өзімізді Құдайдың алдында қор санауымыз керек. Неге біз сәждеге бас ұрамыз? Мен берілдім, я Құдай, сен бәрінен ұлысың. Сенің қалағаның болады, басқа ешкімнің қалағаны болмайды. Міне Құдайды танымағандықтан біз өзіміздің кейде ақшамызға сенеміз. Ақшам болса мен ана жаққа барып келем дейсің. Ақшам болса үй сатып алам дейсің. Астымыздағы көлікке сенеміз, дәрі-дәрмекке сенеміз. Бұның бәрі себеп. Ақшасы бардың бәрі бірдей бақытты емес, көлігі бардың бәрі бірдей бақытты емес. Сондықтан адам жүрекпен Құдайды тану керек. Қараңыздар, Абай атамыздың кемеңгер данышпан тұлғаның айтқан сөзі: діл мұсылман болмаса, тіл мұсылман не пайда дейді. Сенің я Раббың жалғызсың, сен құдіреттісің, сен бәрін естіп тұрсың деп, сен екеуден жасырып сыбырлап тұрсаң, адамдардың істемеген сені оңаша қалғанда істеп тұрсаң, сенің Құдайды жүрекпен танымағандығың. Сондықтан пайғамбарымыз не деді? Жебірейіл алейхиссалам келіп сұраған кезде: сен Алланы көріп тұрғандай құлшылық ету, сен оны көрмесең де ол сені көріп тұр деді. Алла бізді көріп. Неге бұны пайғамбар айтты? Неге пайғамбар бізге осыны айтты деймін? Құдай бізді көріп тұрғанда, біз оны естен шығармауымыз керек. Үйде болайық, түзде болайық, жамағаттың арасында болайық, қайда болма, аспанға ұшып кет, жердің астына кіріп кет, Құдай көріп тұр. Бәрі оған аян. Сондықтан біз адамдардың арасында ұялып істемеген нәрсемізді жеке қалғанда істемеуіміз керек. Сондықтан Абу Ханифа рахимахулла не дейді? Адамдарды қарсы алатын киіммен дейді, намаз оқуды макрух деген. Мысалы сен пижамамен келген қонағыңды күтіп ала аласың ба? Пижамамен. Жоқ. Бірақ біз пижамамен намаз оқимыз. Шортикпен сен президенттің алдына барасың ба? Өліп кетсең бармайсың. Біз Құдайдың алдына келеміз шортикпен. Сондықтан біз адамнан қалай қорықсақ, адамнан қалай сақтансақ, біз Құдай солай бақылап тұр деп біз сақтануымыз керек. Құдайдан ұялуымыз керек. Жүріс-тұрысымыз, тіпті біз істемесек жүректе кейбір ойлардың өзі күнә деген. Сен жаңа істеген жоқсың, қимылдаған жоқсың, бірақ көңіліңмен сен зина жасап жүрсің. Біреуді шешіндіріп, ойлап отырсың, елестетіп. Күнә? Қол аяғың қимылдаған жоқ, бірақ санаң қимылдап жатыр. Күнә? Егер харам нәрсені ойлайтын болса, Алланы біз жақсылап тануымыз керек. Ең үлкен нәрсе ол Құдайды тану. Құдайды танып кету адамның бақыты сол. Құдайды тани алмасақ, біздің жұмыр басты пенде болып бұл дүниеге келгенімізде не пайда? Ақыретте қор болады.